Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер, назарларыңызда Жаңаөзен ақпарат, тізгінші Әсел Алдашева. Жаңаөзен қалалық зағиптар қоғамының мүшелеріне тәуелсіздік мерекесіне орай дастархан жайылып, құрмет көрсетілді. Бұл шараны Ақсұлу мейрамханасының әкімшілігі мүмкіндігі шектеулі жандардың көңілін көтеру мақсатында ұйымдастырды. Мерекелік дастархан басына жиылғандар шараны жоғары деңгейде өткізуге атсалысты. Өнерлі жандар ән айтып, өлеңдер оқыт, ел тарихына қатысты мемлекеттік рәміздерге байланысты сауалдар қойылып, белсенділік танытқандарға сыйлықтар таратылды. Зағиптар қоғамының төрағасы құрметке бөлеген жеке кәсіпкерге алғысын білдірді. Шаттықпен жарқын тойына сыйлаймын сазды осәнді. Ақсұлу мейрамханасында Жаңаөзен зағиптар қоғамының мерекелік дастархан жайып, мерекеміз бүгін іс-шарамыздың аты Тәуелсіз елім Қазақстан. Соған Ақсұлу мейрамханасы қайырымдылық ретінде екі мерекелік стол жайып жатыр. Алғысымыз шексіз Ақсұлу мейрамханасына. Сосында мына қоғам мүшелерін 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тек еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігінің тоғры тек мықты болсын деймін. Тәуелсіздік күні мерекесі аясында нөмірі 6 жалпы білім беретін мектепте Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі белгілі сазгер Қарагөз Кемеровамен кездесу ұйымдастырылды. Шарада дәстүрлі өнер иесімен сұхбат жүргізіліп, шығармалары орындалды. Толығырақ әріптесім тарқатады. Қарагөз Кемерова 30 жылдан аса уақытын дәстүрлі өнерге арнаған талантты тұлға. Сазгердің бүгінде авторлық 3 күйі мен 50 композициясы бар. Сонымен қатар балаларға арнап көптеген әндерді шығарған. Оқушылар бұл әндерді талай естіп жүргенімен авторын біле бермейді. Сондықтан сазгерді балалармен жақын таныстыру мақсатында арнайы кеш ұйымдастырылды. Әрине оқушыларымыз ең бірінші кезекте Қарагөз Кемеровамен таныса отырып, өздерінің айтып жүрген әндерінің авторымен танысу біздің оқушыларымыз үшін үлкен қуаныш деп есептеймін. Қарагөз Кемероваға шығармашылық шабыт тілеймін. Осылай өнер әлемінде биік белестерді бағындырып жүре берсін деп тілек білдіремін. Асыл елім Қазақстан тақырыбындағы кездесуде сазгермен сұхбат жүргізілді. Кеш қонағы өнер жолына қалай келгені туралы, осы жолдағы жинаған кәсіби тәжірибелері жөнінде ой толғады. Шара барысында мектеп оқушылары сазгердің авторлық туындыларын орындады. Қарагөз Мұрабайқызы балалар әндері аз болғандықтан арнайы осы бағытта көп еңбектенген. Бүгінде ол шығармалар байқауларда шырқалып, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Балаға үйретейін десең, ән жоқ. Жаңағы музыка оқулығын ашсаң, музыкасы келіспейді балаларға. Сосын өзімізде бір өтетін болды шара, өнерлі өлеңдерлеген. Сосын сол тақырыпқа осындай ән керек бізге әр жыл сайын әнұран ретінде айтып тұрамыз. Сосын осының сөзін Орынды Смағұл деген апамыз бар, қалаға белгілі ақын. Сол кісіге шығартып, өнерлі өлеңдер деп шығардық та, одан кейін жаңа тақырып жабылып қалды. Сосын әннің сөзіне байланысты бұл ән айтылмай қалды да. Сосын мұны әнді жаңарту үшін кейбір жерлерін өзгертіп, құтты мекен Жаңаөзен деп қайтадан шығардық. Міне содан бері көп бала осыны орындап жүр. Әннің бағасы шығып кетті содан. Өнер иесі 2016 жылы Асыл мұра ансамблін құрған. Оған халық өнерін жаны сүйетін домбыраға әуес балаларды тартқан. Уақыт өте оқушыларға икеміне қарай прима, шаңғобыз, дауылпаз секілді аспаптарды үйретіп, толыққанды ансамбль құрайды. Ұжымның кіші, орта және үлкен тобы бар. Олар жетекшісімен бірге халықаралық сайыстарда өнер көрсетіп, әлем елдерін аралап жүр. Ансамбльдің Жаңаөзен атты патриоттық күйі жұртшылықтың ыстық ықыласына бөленуде. Айжанат Қазиева, Шыңғыс Шамболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. 10 жылдан бері жеке кәсіпкерлерге жайлы сауда орнын ұсынып, келушілерге сапалы қызмет көрсетіп келе жатқан Заңғар сауда орталығының екінші нүктесі ашылды. 4500 шаршы метрді құрайтын кәсіптік нысанда 80-ге жуық жаңа жұмыс орны құрылды. Орталықтың тағы қандай артықшылықтары бар, тілшіміз айтып береді. Заңғар сауда орталығы 2014 жылы небәрі 15 кәсіпкермен жұмысын бастаған еді. Араға 10 жыл салып, 600 шаршы метр аумағы 10 000 шаршы метрге ұлғайып, 600-де азамат жеке істерін дөңгелетіп отыр. Жаңа нысанның ашылу салтанатына қала әкімі қатысып, ғимараттың лентасын қиды. Лентасы қиылған айда
Заңғар сауда орталығының заманауи талаптарына сәйкес халыққа ыңғайлы етіп, ыстықта, салқындыққа қарамай, осы халыққа қолайлы болсын деп сіздерге жағдай жасап жатыр. Сондықтан біздің осындай сауда орталықтары көбейгені өзіміздің халқымыздың әл-ауқатының өркендеуіне үлкен септігін тигізеді деп есептеймін. Қыста жылы, жазда салқын, жап-жарық сауда орталығының екінші нүктесінде әйелдер мен балаларға арналған киім-кешек, үйге қажетті бұйымдар, маталар мен орамалға таңдау мол. Жаңадан 60 жаңа жұмыс орны құрылып, қалалық жұмыссыздық бөлімі арқылы қосымша 20-ға жуық адам еңбекке араласқан. Әлде де бізде жұмыспен мамандар керек, әртүрлі заманауи технологиямен, мысалға эскалаторда өңдеушілер, жөндеушілер Ақтаудан келеді бізде. Осы мамандықтардан біздер оқытып, өзімізден кадр шығарымыз келеді. Сауда орталығының ерекшелігі екі жағында жол, қаланың ішінде орналасқан. Сосын халыққа біз кішкене технология бергіміз келеді. Жарық, жылу деген үлкен қалалардағы ощущение. Жеке кәсіпкердің айтуынша, сауда орталығында киім-кешек, алтын бұйымдарын саудалайтын кәсіпкерлердің қатары жеткілікті. Алдағы уақытта азық-түлік дүкені мен өнім өндірумен айналысатын азаматтарды қолдауға жұмыстанамыз дейді. Сәуле Жоманбет, Бақытжан Ахметұлы, Жаңаөзен ақпарат. Бүгінгі жаңалықтар реті осылай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман есен болыңыздар.